Қайырлы күн баршаларыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге таңжарқын бүгін өте пайдалы, әрі дәмді, жеңіл руккола салатын әзірлейміз. Салатымызды әзірлеуге бізге асқабағымыз қажет. Асқабағымызды тазалап алып, турап аламыз. Асқабағымызды буға пісіріп алсаңыздар да болады. Мен духовкаға жарты сағатқа пісіріп аламын. Осылай асқабақтарымызды тазалап алып, үлкен де емес, майда да емес, орташа қылып турап аламыз. Духовкамызға арналған ыдысымды алып, астына сәл ғана сұйық майымызды құйып, турап алған асқабақтарымызды салып шығамыз. Дәміне қарай тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып алдым. Үстіне сәл ғана қара бүршімді қосып, духовкамызға жарты сағатқа пісіріп аламыз. Асқабағымыз піскенше рукколаларымызды жақсылап жуып, кептіріп аламыз. Осылай рукколаларымды жақсылап жуып, кептіріп алдым. Рукколаларымызды турап аламыз. Керек емес, осылай түптерін барлығын алып тастап, рукколаларымызды турап дайындап аламыз. Егер рукколаларыңыз үлкенірек болып жатса, ортасына осылай бір бөліп жіберсеңіздер болады. Осылай рукколаларым барлығын дайындап алдым, тазалап. Рукколамыз дайын. Енді бізге апельсиніміз қажет. Апельсинімізді тазалап алып, апельсинімізді турап аламыз. Және бізге бір қызылшамыз қажет. Қызылшамызды алдын ала пісіріп дайындап аламыз. Үйдегі адам санына қарай мөлшерін көбейтіп, азайтып жасай бересіздер. Осы рецептпен 2 тарелка салат шығады. Осылай апельсинімізді тазалап алған, турап аламыз. Осылай апельсиндерімді турап дайындап алдым. Енді пісіріп дайындап алған қызылшамызды да турап аламыз. Осылай қызылшамды да турап дайындап алдым. Салатымызға қажетті заттарымызды турап дайындап алдық. Енді салатымызды бастаймыз. Дайындап алған рукколамызды аламыз. Соустарын мен бірден үстінен құя бердім. Бөлек құйып араластырып алсаңыздар да болады. Осылай оливке масладан бір ас қасық қостым, және лимон шырынан бір қасық құямыз. Жақсылап рукколамызбен араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып алдым. Енді дәміне қарай сәл ғана тұз қосып жіберіңіздер. Көп қосудың қажеті жоқ. Осылай тұзымызды қосып жақсылап араластырып алдым. Жақсылап араластырып алып, енді тарелкамызды аламыз. Тарелкамызға дайындап алған рукколамызды салып шығамыз. Осылай рукколаларымды тарелкамызға салып шықтық. Енді турап дайындап алған апельсинмен және қызылшамызды салып шығамыз. Қызылша, апельсин ұнататын болсаңыздар көп қосуға болады. Аз қоссаңыздар да ол өз қалауларыңыз. Мен осылай көптен қосып шықтым. Қызылшамызды және апельсинімізді рукколамыздың үстінен осылай үстінен қостық. Енді духовкаға пісіріп алған асқабағымызды салып шығамыз үстінен. Осылай асқабақтарымды салып шықтым. Үстінен осылай фетакса сырымызды, немесе творожен сыр қоссаңыздар да болады. Осылай фетакса сырымызды турап үстеріне қойып шықтым. Енді бізге бальзамический уксусты мен осы түрін алдым. Бальзамический уксусымызды осылай үстінен қосамыз. Осымен кереметтей руккола салатымыз дайын. Өте пайдалы, әрі дәмді. Ауызашарға жасасаңыздар қазір барлық жанға ұнайды. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, комментарийға жазып қалдырыңыздар, міндетті түрде жауап берем.
қош сау болыңыздар.